Бүгін еліміздің қорғаныс қабілетінің кемелденгенін білдіретін мереке Отан қорғаушылар күні. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақ КСР-ның мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Кейін республиканың қорғаныс мәселелерін толығымен жеке шешуге көшуіне байланысты қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Жоғарғы бас қолбасшы ретінде қарулы күштерді басқаруды президент өз мойнына алды. Елбасынан басқа қорғанысымен тікелей шұғылданатын алғашқы қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағадат Нұрмағанбетов тағайындалды. Бұл күн Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылған күні болғандықтан 7 мамыр Отан қорғаушылар күні деп жарияланды. Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем, желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен, қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын. Елім деп соққан, жерім деп соққан, жүрегі оның темір болаттан, мұхиттан терең, ал таудан биік, қарулы күштер қатарда тұрған. Намысты елдің айбынды ұлдары, бейбітшіл елдің тәуелсіз сұңқары, қазақтың ғана бағына бұйырған, қылыштан өткір алдаспан бәрі. Өр мінезбенен адалдық айнасы, отанын қорғау әуелгі ойлары, шындық пен ақиқат, адамдық ақ жолда, мұзбалақ сұңқардың сұңғиық сұлтаны. Әрқайсысы жас пері, бойында бар нық күші, қазағымның әскері, мықтылардың мықтысы. Арайланып ақтаңшын ашық болсын жолдарың, әрбір қазақ мақтансын деп сендерді қорғаным. Сыйлар деумен тынымды сендерге артты үміттер, мейрамдарың бүгінгі құтты болсын жігіттер. 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтарлықтай үлес қосып жүргенін біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Мейрамдар, құтты болсын жігіттер. Болмасыншы, көңілдеріңде күдіктер, мейрамдарыңның аға іні бауырлар. Орындалсын, алға қойған үміттер. Қазақ жігіті, керемет қой арасында. Жауапкершілік бар олардың басында. Өзге ұлттан жігіттер түк емес. Кереметтей қазақ жігіттің қасында. Күтіп тұр ғой бізді алда санарман. Қазақ жігіті тек бақытқа жаралған. Қазақ жігіті Қытайдан көп жан емес. Асыл бар, аздап қана таралған. Құрметті ер азаматтар, сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, қашмас қайрат, толағай табыс тілеймін. Бақытты болып жүргенім сенің арқаң болатын. Елім менің тірегім, құшағыңда күлетін. Шығысыңнан арайлы күліп атқан қыбатаң, сенен бақыттар айды баршамыз қалатан деп келіп жеткен 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен жалпы жігіттер қауымын шын жүректен құттықтаймыз. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Асыл текті туған, алаш кегін қуған, ерлері ел үшін белін бекем буған, ақ білек күшімен, ақ найза ұшымен, қорғаған бабамның үлгі алып ісінен. Алға қазақ жігіттері, жансын халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағым, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні құтты болсын. 7 мамыр елімізді, жерімізді, тәуелсіздігімізді қорғайтын Отан қорғаушылар күні. Бұл күн әрбір әуеде, құрлықта, теңізде өзінің міндетін атқарып жүрген сарбазға өте ерекше күн. Сіздерді мерейлі мереке Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің тыныштығын қорғап жүрген әрбір азаматқа мықты денсаулық, отбасына бақыт, әрбір ісіне, әрбір бастаған ісіне табыс тілеймін. Әрқашанда еліміздің қарулы күштері нығайып, даңқы асықтай берсін. Еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік болсын. Біз біргеміз, біз үйдеміз.
Біз біргеміз, біз үйдеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз.